Армысыздар, жаңа жылдық шырша дайындаймыз. Алдымен ватный дискіні пайдаланамыз. Осыны 4 бүктеп, шетін қыстырамыз. Осы видеодағыдай қарасаңыздар болады. Алдымен каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Негізі қыстырылмай жатыр, осылай да пайдалануға болады, бірақ мынандай үлкен түрі керек екен. Сондықтан мен басқаша жасадым. Енді екінші жолын сіздерге көрсетейін. Ватный дискіні 4-ке бүктеп, ортасына ыстық клейді жабыстырып, осылай клейлеп шығамыз. Осы екі әдісі бар. Осылайда жасауға болады. Ортасына ыстық клейді құйып шықтым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басуды ұмытпайық. Осылай қажеттіміз жасап алып, керекті деңгейде жасап алып, оралған шырша тәрізді оралған қағазымызға бір-бірлеп жабыстырып, айналдырып, жабыстырып шығамыз. Осылай асықпай отырып, жабыстырып шығамыз. Енді қалған бөлігіне жабыстырылуын көрсетеміз. Осылай бәрін жасап алып, шырша тәрізді қағазымызға клейлеп жабыстырып шығамыз. Мен ыстық клей пайдаландым. Өздеріңіз ПВА клей, жақсы жабысатын кез келген клейді пайдалануға болады. Осылай бәрі дайын болғаннан кейін төбесіне жұлдызшасын жабыстырамыз. Енді шыршамызды әдемілейміз. Мен көк моншақтан жабыстырып шықтым. Айналдырып, әдемілеп, көк моншақпен жабыстырып шықтым. Түрлі түсті шылтырлармен, ойыншықтармен әдемілеуге болады. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Тағы да қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде түсінікті етіп видео түсіремін. Көк моншақты айналдырып, шыршамыздың барлық бөлігіне жабыстырып шықтым. Міне, осындай шыршамыз дайын болды. Керемет шырша дайын болды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Кәделеріңізге жарасын. Келесі кездескенше.